Табиғатты аяла жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің форумына қатысушысы, Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебінің 7-ші сынып білім алушысы Ысқақ Аяжан. Бүгінгі менің қорғайын деп отырған тақырыбым биогумус табиғи тыңайтқыш. Биогумус табиғи тыңайтқыш. Биогумус бұл жоғарғы тиімді табиғи тыңайтқыш. Ол топырақтың қасиеттерін жақсартады және өсімдіктердің өсуіне көмектеседі. Гумустың пайда болуы және құрамы: жауын құрттары органикалық қалдықтарды өңдейді. Минералды қосылыстар: азот, фосфор, калий және микроэлементтер. Органикалық материалдар: өсімдік және тамақ қалдықтары. Микроорганизмдер ыдырату процесін белсендендіреді. Биогумустың басқа тыңайтқыштықтардан айырмашылығы: биогумус экологиялық таза, ұзақ әсер етеді, өсімдіктерге зиян келтірмейді, топырақ құрылымын жақсартады. Химиялық тыңайтқыштар қоршаған ортаға зиян, қысқа мерзімді әсер, дозалауды қатаң сақтау қажет, топырақты тұздандырады. Биогумустың пайдалы қасиеттері: су режимін жақсартады, топырақтың ылғал сақтау қабілетін арттырады, өнімділікті арттырады, өсімдік өнімділігін 30-50% жоғарылатады, иммунитетті күшейтеді, өсімдіктердің ауруларға төзімділігін арттырады, микрофлораны қалпына келтіреді, пайдалы микроорганизмдермен байытады. Гумусты қолдану әдістері: егу алдында 1 шаршы метрге жарты кило, болмаса 1 кило биогумус қосыңыз. Өсу кезеңінде судағы 1:10 қатынасында сұйылтып, айына 1-2 рет қолданыңыз. Гүлдену кезінде судағы 1:20 қатынасында сұйылтып, аптасына 1 рет қолданыңыз. Күзгі дайындық: топыраққа 2-3 кг бөлінген метр квадрат биогумус енгізіңіз. Биогумусты өндіру технологиясы: қалдықтарды жинау, органикалық қалдықтарды іріктеу және дайындау, ферментация, алғашқы ыдырату процесі, вермикомпостинг, жауын құрттары арқылы өңдеу, сұрыптау, дайын өнімді елеу және қаптау. Қорытынды: биогумустың болашағы экологиялық жауапкершілік, қалдықтарды тиімді өңдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, таза өнім өндіру, шаруалар табысы, өнімділік пен пайданы арттыру.